Әбілқайыр туралы ақиқат. Кеңес заманында көп айтылған жалған тарихтың бірі Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылуы болатын. 80-ші жылдардың басында бұл әңгіменің үдеп кеткені соншалық, ақыры өз еркімен қосылудың 250 жылдығы Алматыда дүбірлетіп атап өтілді. Жалпы өз еркімен қосылды деген жорамал қағиданың өзі де сол кезде қалыптасып еді. Осы дақпырттың шындықтан алыс екенін екінің бірі білетін, алайда баспасөз бетінде ашық пікір білдіру мүмкін емес еді. 1991 жылы Досмұхамедұлының «Аламан» атты кітабы жарық көріп, Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылған түгелдей жоққа шығарды. Бұл кітап алаш азаматтарының қуғын сүргінге ұшырауынан бұрын 1923 жылы Ташкентте шыққандықтан, көнегөз қарттарымыз білгенмен кейінгі ұрпақтың бұдан хабары жоқты. Тұлғалы Тахауи Ахтанов қана өз еркімен қосылудың Әбілқайыр хан туралы жазылып жүрген дақпырттың шындыққа он қайнаса сорпасы қосылмайтынын ашық айтушы еді. Досмұхамедұлының еңбектері жарық көрген соң, тарихшыларымыз кіші жүз бен орта жүз қазақтарының Ресейге қосылуына қатысты айыптың бәрін Әбілқайыр хан тұлғасынан іздеді. Өйткені кеңес заманында оны прогрессивный хан деп жазатын. Көп ұзамай қазақ тарихшылары шындыққа көз жеткізді. Шындықтың ащы болатыны белгілі, ол бұрынғы айтылып келген жалған тарихты мүлдем кері бұрып жіберді. Әбілқайырды жеріне жеткізе жамандап, Абылайды асыра мақтағандар енді өз қателеріне көз жеткізіп, үнсіз қалды. Алайда тарихты жете зерттемегендері бұрынғы бағытпен мақалаларын да, оқулықтарын да жарыса шығарып жатты. Мысалы, 1999 жылдан бері талай рет баспа бетін көрген Канның кітабы, Қадырқұлованың оқулықтары және тағы да басқа, сондай-ақ көп жылғы құнды зерттеу еңбегі болса да, Ерофеева еңбегінің негізгі кемшілігі сол: Ресей мен Қазақ хандығы арасындағы ақиқат шындығы ашылмай қалды. Ерофееваның Әбілқайыр атты құнды зерттеуінде бұрынғыдай қазақ мемлекетін құлатқан жоңғарлар екені қайталанады. Және кіші жүз бен орта жүздің бір бөлігінің Ресейдің қол астына бағынуын Патратонатам России деп жалған дәріптейді. Қазақ еліне патшалық Ресейдің ешқандай көмек бермегені, керісінше оның бұрынғыдай шығыстан жоңғарды, батыстан казак әскерлерімен бірге қалмақтарды айдап салып отырған саясаты туралы ештеңе айтылмайды. Біз енді қазақ хандығын әлсіреткен жоңғар емес, Ресей екенін ашық айтуға міндеттіміз. Кеңестік идеология кезінде-ақ Моисеевтің «Как бы ни были тяжелы последствия джунгарских вторжений в Казахстан, результаты наших многолетних исследований свидетельствуют, что никогда угрозы физического уничтожения казахского народа джунгарами не было» деген пікірі шындыққа дәл келеді. Алайда Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылмаған іштей сезе тұра, көп зерттеушілердің Әбілқайырға қатысты күдіктенгені рас. Себебі Досмұхамедұлы да, Алаштың басқа көсемдері де, сондай-ақ кейінгі зерттеушілер де Әбілқайырдың 1730 жылы жазған хатының түп нұсқасын көрмеген еді. Барлық қате осыдан басталды. Зерттеушілер оның орысша аудармасын ғана пайдаланып келді. Түп нұсқаны көргеннен соң барып, тарихшылар санын соқты. Келтірілген түп нұсқада байқалғандай, аталған хатта бодандық туралы, не Ресейге қосылу туралы ештеңе де жоқ. Ондай әңгіменің болуы мүмкін де емес еді. Ресей бодандығындағы туысқан башқұрт халқының жағдайын Әбілқайыр өте жақсы білетін. Хат Ресейдің қол астындағы туысқан башқұрт халқымен бұрынғы достық жағдайды орнату үшін ғана жазылған еді. Сол хатты алып кету үшін башқұрт өкілі Алдарбай келмегенде, ондай хатты Әбілқайыр ешқашан жазбаған да болар еді. Алдарбайдың Әбілқайырдың ордасына келуі өздігінен емес, оны осы мәселе үшін әдейі жіберген Ресей өкіметінің басшылары. Шоқан Уәлихановта жинаған құжаттарының бірінде қазақтар мен башқұрттардың қайтадан мәмлеге келіп, достасып кетуінен қауіптенген Ресей үкіметінің жоғары ертіс бекінісінің секунд майоры Нелюбовқа, чтобы киргиз Кайсаки с башкирами не помирились деп қатаң ескерткенін жазып қалдырған.
Ол енді кіші жүз жерін хан болып басқаратын және қорғайтын болды. Башқұрттар мен қазақтар арасындағы тағдырлас достық қатынастар осылай жалғасып жатты. Екеуінің де қарсыласы, яғни ата жауы патшалық Ресей болатын. Сондықтан Ресей басшылары екі халықтың арасындағы достыққа қалайда сыза түсіру үшін көп жылдар бойы неше түрлі айла шаралар жасады. Мысалы, түнде барып, казак отрядтары башқұрт ауылын шабады. Кісілерін өлтіреді және малын айдап кетеді де жаланы қазақтарға жабады. Сонсоң башқұрттарға көмектесіп, қазақ ауылын шабады. Қысқасын айтқанда 1730 жылға дейін қазақ пен башқұрттың арасындағы достық бұзылған еді. Әбілқайырдың жанына батқаны да осы. Ал сол достықты қалпына келтіру үшін патша ағзамға хат жазу керек деп башқұрт Алдарбай айтып келгенде Әбілқайыр алданып қалған еді. Бұл 1730 жылдың маусым айы болатын. Ресейге де керек осы еді. Хат жазды деген факті бар. Оның түпнұсқасын ешкімге көрсетпей, аудармасымен келешекте талай қазақ төресін алдауға болады. Әбілқайыр башқұрттармен достық қатынасты нығайта берді. 1730 жылы башқұрт көтерілісі бұрқ еткен кезде патша өкіметі қазақтар мен башқұрттарды және бір рет жауластырмақ ниетімен көп ақша бөлді. 1738 жылдың ақпан айында Татищев әрбір башқұрттың басын әкелген қазаққа 60 рубльден ақша беріледі. Кек алатын және байып қалатын жағдайыңыз бар деп қазақ еліне жар салды. Кейбір қылмысты істерді башқұрттан көріп жүрген қазақтар осыны пайдаланып кек алмақшы және ақша таппақшы болған еді, бірақ олардың бірде-бірін Әбілқайыр жібермеді. Керісінше ол бұрынғыдай башқұрт халқына көмегін жалғастыра берді. 1731 жылдан бері орысша аудармасы арқылы оқылған хаттың осы уақытқа дейін қазақ елінің кіші жүзі мен орта жүзінің бір бөлігі өз еркімен Ресейдің боданы болды деген жалған ұғымның мәнісі осындай. Әбілқайыр ханның түпнұсқасын көрмесе де, кезінде бұған талай ғалымдардың күдікпен қарағаны рас. Мысалы, белгілі зерттеуші Басин широко употребляемый термин о подданстве казахов правомерен лишь на завершающем этапе присоединения Казахстана к России дей келіп, қазақ елінің түгелдей Ресей отары болғаны 1865 жыл деп Шымкент пен Ташкентті алған кездерді көрсетеді. Шын мәнінде өмір бойы Ресеймен соғысқан кіші жүздің және оның әйгілі батыр ханы Әбілқайыр сынды тарихи тұлғаның ата жауының етегіне жармасуының ешқандай қисыны жоқ. Өзі жалынып, бодан болған адам осындай әрекет жасау мүмкін емес. Бұрын біз осылай күдіктеніп келген едік. Ал ойымызды дәлелдеуге Әбілқайырдың тарихи хатының түпнұсқасын көргенде ғана қол жеткіздік. Осы уақытқа дейін елімізде Әбілқайыр туралы жалған пікір қалыптасып келді. Бұған Ресей империясы көп еңбек сіңірсе, кеңестік тоталитарлық режим оны түгелдей қолдады. Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылмағаны туралы нақты құжаттар 1989 жылы Алаш ардагерлері ақталған соң жарыққа шыға бастады. Жоғарыда айтып өткеніміздей 1991 жылы Досмұхамедұлының Аламан атты кітабы жарыққа шыққан соң бұл тақырып келмеске кеткен еді. Алайда Әбілқайырды толық ақтауға әлі бірнеше жыл керек болды. Ақырында Әбілқайыр Қазақстанды өзі хан болу үшін Ресейге қосқан, яғни тарихшыларымыз айтып келгендей, екі ел арасындағы дәнекер тұлға емес, керісінше өмір бойы қазақ елін қызғыштай қорғап, патшалық Ресейге қарсы соғысқан, халықтың 18 ғасырдағы ұлы батыр болып шықты. Жасыратыны жоқ, қазақ арасында хандыққа ұмтылып Ресейге бодан болғысы келетіндер болды, бірақ олардың қатарына Әбілқайырды қосу жөн емес. Жалпы қазақтың сыртқы жауы шығыста, жоңғар, батыста Ресей болды. 1758 жылы қазақ елі жоңғардан құтылды. Оның есесіне Орта Азия хандықтары қазаққа оңтүстіктен бүйдей тиді. Бұл мәселеде олардың қазаққа шабуылы Ресеймен одақтастығын көрсетті. Кіші жүздегі 26 тайпа ел Ресейге бодан болғысы келмеді. Соның ішінде Маңғыстау, оны мекендеген Адай секілді рулар шындығында патша өкіметі Хиуа мен Түркіменді алғаннан кейін ғана бағынды. Қазақ еліне жан-жақтан қысым көбейді.